Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін айраннан оладьи дайындаған болатынмын. Бір жасағаннан үлпілдек болып шықты. Әрі дәмі ерекше, тәтті, оңай дайындалады. Оладьидің жасалу жолы: ең бірінші ыдысымызға жұмыртқа мен шекерді араластырып аламыз. Үстіне айран құйып былғаймыз. Келесі енді ұн саламыз. Ұнымызды аз бөлігін електен өткіземіз, сосын араластырамыз. Ұнды бірден салсақ, онда қамырымыз қатты қою болып кетуі мүмкін. Ұн әркімде әрқалай кетуі мүмкін. 200-220 граммдай кетуі мүмкін. Сондықтан барлығын бірден салмаймыз. Консистенциясы осындай болады. Қатты қою болмайды, қаймақ тәрізді болады. Ас содасын салып 10 минутқа тындырып қоямыз. Ол өзі ашып быршиды. Орташа отта табамызға май құйып, қатты қыздырамыз. Біраз қасықтан салып, бетін қақпағымен жауамыз. Асты піскеннен кейін екінші жағына аударамыз. Екінші жағы тез піседі. Осылай барлық оладьиларымызды пісіріп шығамыз. Қатты майлы болмау үшін осындай қағаз сүлгіні астына жайып қойдым. Осымен оладьи дайын. Бір жасағаннан үлпілдек болып шығады. Жасалу жолы да қарапайым, қолда бар өніммен дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенемін. Менің видео ұнаса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.